Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен қолтықтың иісін кетірудің 3 жолымен бөлісемін. Маған подписка жасап, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Ең бірінші жол ол бізге су қажет, жарты стакан және перекис. Жақсылап араластырып, ватный дискімен қолтығыңызды сүртіп алсаңыз болады, азанда және таңертең. Бұл әдіс бактерияларды өлтіріп, қолтықтағы күні бойы қолтығыңыз сасымауға көмек беріп тұрады. Екінші әдіс, ең оңай жол, лимонды алып, бөліп, осылай долькаға бөліп аласыз да, қолтығыңызды сүртіп аласыз. Одан кейін ештеңке жағудың қажеті жоқ. Бұл әдістен кейін қолтықтың иісі бірден кетеді. Бұны күніне 2-3 рет қолдануға болады бұл әдісті. Ең оңай жол, үшінші жол, ол бір қасық содамен бір қасық суды жақсылап араластырып, тампонмен қолтығыңызға жағып қоясыз. Бұл әдісті қолданғаннан кейін сіздің қолтығыңыздың иісі сізді бір күн бойы мүлдем мазаңызды алмайтын болады. Достар, маған подписка жасап, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Болашақта жақсы лайфхактармен бөлісетін боламын. Үлкен рахмет.